Саламатсыздар ма балалар? Менің каналыма тіркеліп, сабақ ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Менің сабағыма қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақ қазақ тілі 4-ші сынып, 2-ші сабақ байлығым байтақ елім, ауызша және жазбаша сөйлеу. Яғни бүгін сызба арқылы мәтіннің мазмұнын болжауды, өз ойымызды дәлелдеуді үйренеміз. Ауызша сөйлеу дегеніміз сөйлеудің негізгі түрі болғандықтан, оның қалған түрлері де соның төңірегінен құралады. Мәселен, жазу сөзіндегі әріптер ауызша сөздің түрлі дыбыстарын белгілейді. Ал жазбаша сөйлеу дегеніміз, ол арнаулы әдістер арқылы меңгерілетін сөйлеудің түрі. Мұны игеру оңайлықпен түспейді. Жазбаша сөйлеу адам баласы хат танырлықтай дәрежеге жеткенде, ауызша сөйлеудің біршама дамыған кезінде пайда бола бастайды. Сөйлеу дегеніміз ауызша және жазбаша сөйлеу болып екіге бөлінеді. Ауызша сөйлеу олар дыбыстар, екпін, интонация, ишара, қозғалыс, қимыл, көзқарас және айтамыз, естиміз. Ал жазбаша ол әріптер, тыныс белгілері, шрифті бөлу, тарау, бөлім, параграф және жазамыз, оқимыз. 6-шы жаттығу. Сызба арқылы тыңдайтын өлеңнің не туралы екенін болжап көр. 3 бақытым. 1-ші халқым, тілім және отаным. Енді өлеңнің не туралы екенін қалай анықтадың? Өлеңді мұқият тыңда. 1-ші өлеңді тыңдаймыз, сосын анықтаймыз. 1-ші 3 бақытым. Ең бірінші бақытым халқым менің. Соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын. Қымбаттырақ алтыннан нарқым менің. Ал 2-ші бақытым тілім менің. Тас жүректі тіліммен тілім дедім. Кейде дүниеден түңілсемде, қасиетті тілімнен түңілмедім. Бақытым бар 3-ші отан деген. Кім мықты десе біреу отан дерем. Оты сөнген жалғанда жан барсың ба, ойланбай-ақ кел дағы отал менен. Олай болса өлең 3 бақытым, яғни халқым, тілім, отаным туралы екен. 7-ші өлеңнің 2-ші шумағын жатқа жаз. Сөйлеудің қай түрін қолданасың? Өлеңдегі тілім дедім сөзі қандай мағынаны береді? 1-ші жұмсарттым, жібіттім, кестім. Бұнда мағынасы кестім деген мағынаны білдіреді. 8-ші мақал-мәтелдерді оқы, олардың мағынасын бір-біріңе түсіндіріп көріңдер. Жақсы сөз жарымырыс, яғни жақсы сөз айтсаң, жарыс береке келеді деген сөз. Сондықтан тек қана жақсы сөйлеу керек. Сөз сүйектен өтеді, таяқ еттен өтеді дейді. Яғни біреу ұрысса, таяқ емес сөз сүйектен өтеді дейді. Сондықтан жақсы сөзбен сөйлеу керек. Аңдамай сөйлеген ауырмай өледі. Яғни тілім бар екен деп, кез келген сөзді ойланбай сөйлеуге болмайды. Ойланып, мән-мағынамен сөйлеу қажет. Айтылған сөз атылған оқ. Яғни не айтсаң да дұрысын, турасын айтқан жөн. Өйткені бір айтылған сөз сол қалпында қалады. Өз білмегеніңді кісіден сұра. Үлкен жоқ болса, кішіден сұра. Яғни өзім демей, үлкеннен білмесең, болмаса кішіден білгеннен сұраған артықтық болмайды. Біліп тұрсаң да сұрап ал. Яғни білгеннің артығы жоқ. Жақсы кітап, жақсы дос, үнсіз ұстаз. Яғни білімді, білгін келгенді кітаптан қарап оқып біліп, ұстаздан сұрамай-ақ, сол кітап сені өмірге, жақсыға, білімге жетелейді. Олай болса, өлеңді түсініп оқы. 9-шы сөз қуаты шығарар ел төріне, жер бетінен самғатар көк шегіне. 2 нәрсе тірі адамға керегі, бірі көңіл, бірі тілдің желегі. Көңіл тілдің иесі, сүйенеді сөз тілге. Сөз күйресе, күйгені көңіл мен тіл көркіңде. Жүсіп Баласағұн. Өлеңдегі сөз қуаты тіркесі қандай мағына беретінін анықта. 1-ші әдемі сөз, дұрыс сөйлеу, сөздің күші. Яғни бұнда сөздің күші деген мағынаны білдіреді. 10-шы
Мәтінді оқы. Еркебай әжесіне не деді? Әжесі немересіне не деп жауап берді? Бірде Еркебай күні бойы ойнап, сабағына дайындалмастан ұйықтап қалды. Таңертең әлденені сылтауратып, мектепке барғысы келмей жүріп алды. Мұны әжесі байқады да киімін кие бастады. «Әже, сіз қайда барасыз?» деді Еркебай. «Мектепке». «Онда не істейсіз, әже?» «Сенің орныңа оқып келемін». Еркебай қатты ұялды. «Әже, әжетай, бармай-ақ қойыңызшы, өзім барамын». Сол күннен кейін Еркебайдың сабағы жөнделе бастады. Күні бойы ойнағанды қойды. Әжесінің рұқсатымен біраз ойнап келеді де сабағына кіріседі. Еркебайдың өзгеруіне не әсер етті? Әжесінің сөзі, әжесінің әрекеті. Бұнда әжесінің әрекеті әсер етті. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше. Сабақ ұнаса комментарийға жазуды ұмытпаңыздар. Тіркелуді де ұмытпаңыздар.